Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды интеллектіні қолдану саласы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жасанды интеллект ұғымын түсіну және қоғамдағы негізгі қолдану салаларын анықтау, жасанды интеллектінің артықшылықтары мен кемшіліктерін білу. Жасанды интеллект дегеніміз не? Компьютердің адам сияқты ойлау, шешім қабылдау қабілетін үйрететін ғылым саласы. Жасанды интеллекттің артықшылықтары. Ең алдымен жылдам және дәл жұмыс істейді. Жасанды интеллект адамға қарағанда ақпаратты әлде қайда тез өңдеп, қателіксіз есептейді. Екінші, уақыт пен ресурсты үнемдейді. Қайталанатын немесе бір текті тапсырмаларды автоматтандыру арқылы өнімділікті арттырады. Қауіпті немесе күрделі ортада адамды алмастырады. Жасанды интеллект пен роботтар адам өміріне қауіпті аймақтарда жұмыс істей алады. Ғылыми зерттеулер мен жаңалықтарға көмектеседі. Жасанды интеллект үлкен деректерді талдап, жаңа заңдылықтар мен шешімдерді табуға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект кемшіліктері. Адам еңбегін алмастыру қаупі. Автоматтандыру нәтижесінде кейбір мамандықтар жойылуы мүмкін. Кибершабуыл мен теріс пайдалану қаупі. Жасанды интеллекті зиянды мақсатта қолдану мүмкін. Шығармашылық шектеу. Жасанды интеллект бұрынғы мәліметтерге сүйенеді. Жаңа, түпнұсқа идеяны өздігінен жасай алмайды. Құпиялылық пен қауіпсіздік мәселелері. Жасанды интеллект үлкен деректермен жұмыс істейді. Сондықтан жеке мәліметтердің таралу қаупі бар. Эмоция мен адамдық интуицияның жоқтығы. Жасанды интеллект тек деректерге сүйенеді, бірақ адам сезімін, шығармашылық ойды түсіне алмайды. Білім беру саласында қолданатын жасанды интеллект. Құралдары, мысалы, қазіргі кезде қолданылып жүрген ChatGPT, Google Gemini, Copilot, Gamma, Canva сияқты қазіргі кездегі бағдарламалар. Яғни, бағдарламаның мүмкіндіктері, түсініктеме беру, мысалдар, есеп құрастыру, эссе жазу деген сияқты бізде білім беру саласында мүмкіндіктері бар. Білім беруде оқушылардың үлгерімін бақылау, жеке тапсырма ұсыну, денсаулық сақтау, яғни медицинада диагноз қою, рентген мен талдаулар жасау, көлік және логистикада автопилот, жол қозғалысын талдау, қаржы және банк жүйесінде алаяқтықты анықтау, инвестиция талдау. Сауда және жарнама, клиенттің талғамына сай тауар ұсыну, өнеркәсіп пен өндірісте роботтар арқылы автоматтандыру, сапаны бақылау. Кино және медиа саласында кино жасау, видеомонтаж, дауыс генерациялауда қолданылады. Жасанды интеллектінің қолдану салалары. Мұнда берілген бізде білім беру, медицина, қоғам, ойын индустриясында, өнеркәсіпте және ақылды үй жобасында жасанды интеллектті қолдану салалары бойынша бейнематериал көретін боламыз. Назар аударыңыздар. Саласында жасанды интеллектіні қолдану артықшылығы есте сақтау және іске бөлімдегі ақпаратты өңдеу қабілеті. Мұнда емделушілерге қалай емделу керектігі жайында кеңес беретін, кейбір ауруларды арнайы белгілері бойынша анықтап, алдын алу шараларын ұсынуға қабілетті программалар толып бар. Бұл бізде медицинада. Енді келесі ақылды үй жобасында қалай қолданылады? Ақылды үй жобасында жасанды интеллекті бүгінде тұрмыстық жағдайға кеңінен қолданылады. Мысалы, таңертең бізді оятып, тағы ас әзірлейтін жасанды интеллектілер бар. Болашақта қажетті азық-түлікке туған тұстардың өздері тапсырыс беретін болады. Келесі бізде білім беруде қалай қолданамыз? Қашықтан оқыту жоғары технологиялық білім беру болып табылады. Бұл жерде емтихан да қашықтан тапсырылады. Енді білім алушы ешқандай жерден көшірмей, емтиханды өз бөлмеге тапсырып шыққандығына сенімді болу үшін көмекке тракторий деп аталатын жүйе келеді. Бұл жүйе білім алушылар бақылау тапсырмаларын орындау мен емтихан тапсыру кезінде қолданылады. Тракторий жүйесі бірнеше әрекетті бір уақытта бақылап отыра алады. Артық адамдар кадрда жоқ па, кабинетте артық дауыс жоқ па, білім алушы қаншалықты жиі монитордан көзін алып қашып жатыр. Браузерде қосымша парақшалар ашып жатыр ма, барлығын бақылауға ұстайды.
Жақсы, келесі бізде жасанды интеллектіні ауыл шаруашылығы мен өндірісте қалай қолданамыз? Өндіріс және ауыл шаруашылығында жасанды интеллектіні қолдану көрсеткіші өте жоғары. Алдағы уақытта тіпті адам көмегі қажет болмайды. Мәселен, LG компаниясы 2023 жылы Корея республикасында барлық әрекеттер жасанды интеллект көмегімен орындалатын зауыт ашты. Мұнда сатып алудан бастап дайын өнімді жүктеуге дейінгі әрекеттің барлығы роботтар атқарады. Тауар сапасы арнайы программалық жасақталған көмегімен бақыланып отырады. Ауыл шаруашылығында жасанды интеллект өсімдіктер күйін, ылғалдылық деңгейін, тыңайтқыштар көлемін бақылап отырады. Сонымен қатар адам шөптерді бірден анықтап, өсімдіктің өсуіне ешқандай қауіп келтірместен оларды жойып отырады. Жасанды интеллектіні қоғамда қалай қолданамыз? Көрейік оқушылар. Қоғамда жасанды интеллект жолдағы кептеліс мәселесін шешу үшін қолданылып келеді. Ол үшін жасанды интеллект нақты уақытта бағдаршамдардан ақпарат жинап, машиналар арасындағы қашықтыққа, орын алған апаттардан талдау жасайды. Жол көлік қатынасын реттеу жұмыстарын жүргізеді. Мұндай жүйе көптеген елдерде қолданылады. Жасанды интеллекті ойын индустриясында қалай қолданамыз? Ойын индустриясында ойынды шынайылық сезімдерін тудыру үшін түрлі жасанды интеллект туындыларын қосады. Жасанды интеллект ойындарды сауықтыру деген тактикалық рөл атқарады. Жасанды интеллект көптеген міндеттерді атқарады. Негізгі нысандардың әрекетіне жауап беретін жалпы ережелер жиынтығын өңдеуден бастап персонажды басқаруға дейінгі. Бірінші тапсырма. QR кодын сканерлеп тапсырманы орындаңыз. Жарайсыздар оқушылар, тамаша. Енді тапсырмамызды тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ. Медициналық кескіндерді талдау үшін жасанды интеллект қай салада қолданылады? Медицина саласы. Өте жақсы оқушылар. Дұрыс жауап бердіңіздер. Келесі, екінші сұрақ. Жасанды интеллект көлікте не үшін қолданылады? Жол белгілерін тану үшін. Әрине дұрыс оқушылар. Жарайсыздар. Жасанды интеллект білім беруде қалай көмектеседі? Жеке оқыту траекторияларын жасайды. Әрине, жауап дұрыс. Жасанды интеллектті шығармашылықта қолдануға не жатады? Музыка және суреттерге генерация. Тамаша, жауабымыз дұрыс. Фермаларда жасанды интеллект пайдаланудың артықшылығы неде? Ресурстарды үнемдеуге және өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Жарайсыздар оқушылар, барлық тапсырмаларды дұрыс орындаған екенсіздер. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырма бізде кез келген қолжетімді чат-ботты пайдаланып, мысалы ChatGPT, Яндекс.GPT пайдаланып жауапты табыңыз. Бірінші, жасанды интеллекттің пікірінше, оны қолдану алдағы 5 жылда қандай салаларда жылдам дамиды? Екінші сұрақ, 2030 жылға қарай қандай жаңа жасанды интеллект мамандықтары пайда болуы мүмкін? Жауабын презентация түрінде рәсімдеңіз. Gamma немесе Canva бағдарламаларында рәсімдеуге болады. Екінші тапсырмада біз ChatGPT-ді практика жүзінде қолданып көрейік. Яғни ең алдымен интернет желісіне біз ChatGPT деп жазып, ChatGPT-дің ресми сайтына кіреміз. Бізде осындай терезе ашылады. Енді оған жаңағы біздің тапсырмамызды, яғни бірінші сұрағымызды, жасанды интеллекттің пікірінше оны қолдану алдағы 5 жылда қандай салаларда жылдам дамиды? Осыны біз көшіріп аламыз да, көшіріп алып ChatGPT-ға қоямыз. Және мына белгішені басамыз. Сонда бізге ChatGPT мынадай мәліметтер береді. Яғни перспективалық салалар, медицина және фармацевтика, қаржы секторы, өнер және логистика деген сияқты осындай мәліметтерді бізге нақтылап береді. Бұл бізде, мысалы, ChatGPT-дің жауабы. Яғни бірінші қаржы қызметтері, денсаулық сақтау, білім беру және оқыту, қауіпсіздік,
энергетика және тұрақтылық. Оқушылар, енді QR кодты сканерлеп, Padlet тақтасына ойыңызды жазыңыз, яғни кері байланыс беріңіздер. Мысалы, жасанды интеллект туралы менің ойым, маған ұнағаны, қиын болғаны, болашақта жасанды интеллект қай салада қажет деп ойлайсыздар? Жақсы оқушылар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.